Саламатсыздар ма, құрметті Қазақмет көрермендері. Бүгінгі тақырыбымыз теміреткіні емдеу жолдары. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Қасен Айдана. Теміреткінің түрі өте көп. Оның ішінде дөңгелек теміреткі, қабыршақты теміреткі көп кездеседі. Бүгін мен арнайы сіздер үшін теміреткіні емдеудің бірнеше әдіс тәсілдерін көрсететін боламын. Бірінші емдеу жолы. Бір бас у сарымсақты тат басқан темірдің үстіне жаншып, темір татын у сарымсақтың іліне араластырып, теміреткіге күніне 2-3 рет жағады. Екінші емдеу жолы. 15 грамм өрік дәнін жаншып, сірке суға араластырып, отқа қыздырып, дайындалған дәріні күніне 1 рет теміреткіге жағады. Дәріні қолдану барысында 1 айға дейін спирттік өнімдер ішуге болмайды. Үшінші емдеу жолы. 10 грамм қара бұрыш пен 10 грамм күкіртті ұнтақтап, 1 дана үй жұмыртқасын кішкене тесіп, ішіне 2 дәріні салып, жай жанып тұрған отқа немесе плитаға қақтап кептіргеннен кейін, жұмыртқаны сыртқы қабығымен майдалап, талқандап, өсімдік майына араластырып, күніне 2 рет теміреткіге жағады. Біраз уақыт қолданса, нәтижесі өте жақсы болады. Осымен теміреткіге арналған пайдалы кеңесіміз аяқталды. Сіздердің игіліктеріңізге жараса, біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Қазақмет медициналық орталығының лабораториясында арнайы мамандар жасаған теміреткіге арналған жақпа дәрісін ұсынамын. Әсері өте жақсы. Келесі көріскенше сау болыңыздар.